рахмет сізге. Қайыртай аға, өзіңізді таныстырып өтсеңіз? Мен Қайыртай Жақсыбай, осы Аягөз көмір тоғысының бастығымын. Осында міне қазір міне келіп жатқан жаңа ғана келген көмір міне түскен. Қазіргі кезге осындай көмір түсіріп алса халық. Біздің қазіргі түсіріп жатқандар ылғи мына орыс халқының, орыс ұлтының апалар, аталар түсіріп жатыр. Әрине біздің енді қалай алып жатыр дейміз? Алып жатыр, иә. Көмірді алып жатыр. Сол кісілерге пенсионерлер алып жатыр. Одан кейін біздің де қазір көбінесе алып жатқан зейнеткер апаларымыз бен аталарымыз, халық әлі қозғалмай отыр. Өйткені халықтың енді мен ойлаймын, бала шаға бар, оқу бар, ауылдағылар әлі шөп бар, жем бар, малға дайындық бар деген сияқты. Бірақ дегенмен осындай көмір құрғақ кезде, шаңы бұрқырап тұрған кезде жауынға қалдырмай, суыққа қалдырмай осындай кезде түсіріп алса халық өте дұрыс болар еді деп ойлаймын мен. Бағасы қандай екен? Бағасы қазір көмірдің 12.800 теңге. Осы баға енді әр кез сайын жылда мына күз айында не қымбаттайды? Топливо. Жанар жағармайдың бағасы өсіп кетеді. Сол жанар жағармайдың бағасы өскен кезде еріксіз барлық нәрсе қымбаттайды. Өйткені тасымал, жүк тасымалы бәрі сол жанар жағармайдың арқасында. Мысалы, қазір мәшине ана үйге тасып бергенге мына мәшинелер 5000 сом, 5000 теңге сұрап тұрса, ертең жағармай қымбат келсе, олар да қымбат. Өйткені оларға да мына көліктің жүрісіне тұрысына жанар жағармай керек. Сондықтан осындай кезде сондай қымбатшылық болмай тұрған кезде жанар жағармайдың бағасы осы ұстамды болып тұрған кезде, осындай кезде мен ойлаймын халыққа тез осындай көмірді құрғақ кезде түсіріп, кіргізіп, қысқа дайындалып алса деп ойлаймын. Сондай үндеу жасайсыз? Сондай үндеу жасаймын мен халқыма, жұртыма, еліме, Аягөздің жұртына. Арзан кезінде алып алыңыздар, құрғақ кезінде алып алыңыздар. Құрғақ кезінде, қатып қалмаған, мұз болмай тұрған кезінде. Қарға, суға, жаңбырға ілінбей тұрған кезде түсіріп алса. Ол қар мен су тиген соң оның несі бұзылады ол жаңбырға. Бесі да ауырлайды ғой. Бестен бұрын қораға мысалы шылқыған көмірді кіргізіп қойсаңыз, ертең ол өзінің несін жанбайды дейсіз ғой, дұрыс. Дұрыс жанбағанмен көмір үгітіліп кетеді. Мынандай кесек көмір бір айдан кейін өзінен өзі үгітіліп кетеді. Өйткені ол суға, қарға ілініп қалады. Сондықтан осындай жарық күнде, жылы күнде көмірлеріңізді түсіріп алыңыздар, қысқа дайындалыңыздар. Дұрыс айтасыз. Бұл қай жақтың көмірі келіп жатқан? Бұл келіп жатқан Қаражыра карьерінің көмірі. Қаражыра? Қаражыра. Осы Семей облысы? Семей облысы. Ой, Абай облысы. Абай облысынан Қаражыра карьерінен келеді. Енді халық оны Абайдың көмірі деп айтады, сол Абайдың. Абайдың көмірі. Жақсы, көп рахмет аға. 11 вагон. Бүгін 11 вагон көмір келді. 700 тоннадан естіп келгенде 10 вагонымыз 700 тонна. 770 тонна бүгін келді. Осылай күнде келіп тұра ма? Күнде келмейді, күнде жұмасына 2 рет келіп тұрады. Жұмасына 2 рет. Біздің мысалы халықтың тұтынушының несіне байланысты біз өтініш беріп отырмыз көмірге, сұрау. Егер мысалы халық көп алып жатса, біз мына вагондарды көбірек сұрап келеміз. Егер сұранысқа байланысты. Сондықтан әсіресе ауылдағы жұрттар, мына жағы бір шеті Тарбағатай, мына жағы Қарағаш, Ақсуатқа дейін келеді. Мына жағы бүкіл Шұбартау. Сондықтан олар әлі Ұржар келе ма сіздерге? Ұржар да келеді. Соларға айтатын енді солар ауыл тез қимылдап қала өйткені әр уақытта келіп ала салады көмір керек уақыт. Ал енді ауылдар жол қиындап кетеді, жаңбыр болады, балшық болады, қар болады. Сол кезде ауылдың кісілері де келеді, жылда содан кейін сондай қымбатшылыққа ұрынып қалады. Өздеріңіз теп бересіздер? Түсіріп береді, көлік те бар, апарып береді. Сонда Аягөз бойынша 5000. 5000. Ал ауылдарға? Ауылдарға енді ауылдың қашықтығына байланысты болады.
Жақсы, рахмет. Аха.